Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге құмырсқа және бидай дәні деген әлем ертегісін айтып беремін. Егінді жинап болған соң, бидайдың бір-ақ дәні қалыпты. Жолда келе жатқан құмырсқа сол бидайды көріп қояды екен. Оны өзінің үйлеріне апармақшы болады. Сөйтіп оған бидайдан айтады: «Ей, құмырсқа, мені осы жақта қалдырып кет» деді. Құмырсқа былай депті: «Егер мен сені осы жақта қалдырып кетсем, біз қыс бойы аш қаламыз. Біз көппіз. Бір дәннен апарсақ, қыс бойы аш қалмаймыз ғой» дейді. Сөйтіп оған бидай дәні былай депті: «Ей, еңбекқор құмырсқа, біз бір шарт жасасайық» дейді. «Сен мені осында қалдырып кетсең, бір бидайдың орнына 100 бидай дәнін аласың» дейді. «Ол қалай сонда?» деп құмырсқа таңданады. «Егер сен мені осы жаққа көміп тастап кетсең, онда мен келесі жылы 100 дән болып тұрамын» дейді. «Сен шынымен 100 дән болып тұра аласың ба?» деп құмырсқа одан тағы сұрайды. «Иә» дейді бидайдан. Сөйтіп құмырсқа бір жылдан кейін келсе, бидай дәні сөзінде тұрыпты. Егер де достар, бұл ертегі сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!